18 жасқа дейінгі әр баланың шотына түсетін қаражатты зейнетақы қоры қадағалайтын болды. 2024 жылдан бастап 18 жасқа толмаған әрбір баланың шотына түсетін қаржыны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қадағалайды. Яғни үкімет зейнетқорды бірыңғай оператор болуға лайық деп танып отыр. Ал шоттар автоматты түрде ашылады. Бірақ әзірге жобаның нақты ережесі жоқ. Әрі жыл сайын қанша қаржы аударылып тұратыны да белгісіз. Сондықтан 18 жыл бойы жинақталатын қаражаттың көлемін дөп басып айту өте қиын. Өйткені дәл қазіргі жағдайда инвестициялық табысқа қатысты болжам жасау мүмкін емес. Ұлттық қор балаларға жобасы 2024 жылы іске қосылады. Жоба аясында жыл сайын 18 жасқа толмаған әрбір баланың шотына ақша аударылып тұрмақ. Яғни ұлттық қор инвестициялық табысының тең жартысын береді. Қаржы барлық балаға теңдей бөлініп, арнайы ашылған шоттарға түседі. Ал қаражатты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қадағалайтын болып отыр. Жинақталған қаражат кәмелетке толған кезде ғана пайдалануға қолжетімді болады. Келесі жылы жобаны іске қосу үшін қажетті заңнамалық өзгерістер қабылдау жоспарлануда. Министрліктің дерегінше жоба кәмелет жасына толмаған 6,5 миллионнан астам баланы қамтиды. Ал 18 жыл ішінде шамамен 3,5 мың ақш доллары көлемінде қаржы жиналуы тиіс. Қазір жаңа жобаның ережесі мен оңтайлы тәсілдері әзірленіп жатыр екен. Ал экономистер бұл қаражат не баспана алуға, не оқуға түсуге жетпейді деп отыр.